Армысыздар ағайын, қалайсыздар? Сіздермен мен Асхат Жапаров. Бүгін сіздерге көптің көзіне түсіп құлағына шалынып жүрген дәстүр фильм жайлы өзімнің ойым туралы қысқаша обзор жасап өтпекпін. Кеше барып қайттым, зал деген лық толы болды енді. Мені бір таңғалдырғаны ол жерде нәрестесімен, кішкентай нәрестесімен коляска сүйреген аналар да отырды. Тіпті кейбір мектеп оқушылары өздерін жалғыз кіргізбейтінін біліп осы киноға ата-аналарын қояр да қоймай көндіріп алып келген ғой. Ал байқұс ата-аналар фильмнің не туралы екенін білмеген, содан кеше бисмилляларын айтып, кино біткенше шыдап, қорқып, әйтеуір дегенде қайтты. Енді ол балаларға қайтарда әке шешесі не дегендер енді қызық болып тұр, достар. Қандай резонанс тудыра білді осы кино. Енді киноға келетін болсақ, дәстүр хоррор жанрында түсірілген 1,5 сағаттық фильм. Мен бұны тек қана хоррор деп қана айтпас едім, бұл жерде драма да бар, себебі бұл жерде көп деген әлеуметтік мәселелерді қозғаған, көтерген, көрсеткен. Мысалға айтсақ, ол қыз баланың өмірі, қыз баланың ары, ол жерде бостандығы, әке шешенің қызын оп-оңай сата салуы, жемқорлық, ерке өскен бала, отбасылық мәселелер, діни тұрғыдағы тақырыптар, осындай тағы да басқа көптеген мәселелерді көрсеткен. Және бұл жерде бір көптеген отсылкалар да бар. Байқасаңыздар, оны мысалға айтсақ, кейіпкерлердің аттары, есімдері. Мысалға басты кейіпкердің есімі ол жерде Болат. Әкесінің аты Нұрсұлтан, әйелінің аты Сара. Жаңағы той болып жатқан кафелердің аты Бәйтерек, Хан Шатыр. Бұл есімдер сіздерді ешкімді еске түсірмей ме? Осындай ұсақ-түйек детальдармен де түсірген бұл фильмді. Ол жағынан Қуаныш Бейсекке, режиссер, үлкен респект. Жалпы кино маған ұнады, 10-нан 8 деген баға беретін едім. Бұл жерде режиссерлік, операторлық, дауыс қою жұмыстары барлығы жоғары деңгейде, актерлар да өздерінің образдарына кіре білген. Әдетте шетелдік хоррор жанрындағы киноларды көрсек, ол жерде бір зұлым болады. Ол зұлымнан кейіпкерлер қашады, сонымен да аяғына дейін күресумен болады. Ол жерде ешқандай әлеуметтік мәселелерді көре бермейсің шынында келгенде, ал осы дәстүрдің ерекшелігі де осында жатыр ғой. Осындай резонанс тудыруының себебі де осы болар деп мен ойлаймын. Бірақ фильм ауыр. Әрбір кейіпкерді сезесің бұл жерде. Әр кейіпкер өзі таңдауын жасайды. Зорлық жасаған ұлын қызғыштай қорғаған ана, ұлын тарлық көрсетпей ерке қылып өсірген, оның тіпті осындай ауыр күнәсін де ақтап алуға бар. Әкесі коммунистік адам, баласы түрмеге жатып шыққанын қалайды, тіпті әскерге де жібермек болған. Бірақ әйелінің айтқанына көнеді аяғында. Бұл жерде әйелінің баласына деген сүйіспеншілігі басым болды. Зорланған қызының жағдайы мен психологиясын ойламай, ар мен ұятын ойлаған, ұятты болдықтың астына салған әке мен шеше. Оларға қызынан гөрі қарабет болып қалмаулары маңыздырақ болды. Әкесі бірақ түсінді оны, қанша ақша берсе де, қызының психологиясын, қызының бұрынғы жағдайын, қызының арын, қызының бостандығын, қызының болашағын қайтара алмайтынын. Бірақ бұл жерде де әйелінің сөзіне құлақ асты. Аздап таңғалдым анасының осы шешіміне. Әдетте анасы баласының қатты ойлайтын еді ғой. Осы жерін кішкене ашса деп едім, қызын сатып жібергеннен кейін әкенің сезімі қандай болды, қиналды ма деген секілді. Оны енді белгілі себептермен ашпады, өйткені фильмнің хронометражы ұзақ болып кетеді, кино ұзақ болып кетеді, сондықтан да ашпады деп ойлаймын. Бірақ кинода айтады, әкесі бірақ көлік алуға қалаға кетті деп. Соған қарағанда бір қатты қиналмаған секілді. Қалтасын ойлаған әкім ешкімді таңғалдырмаған шығар. Болат түсінікті, бетінен қақпай таңдағанын жеп қалағанын ішіп өскен бала. Бұл жол оны қайда апарғаны түсінікті. Онда өз бетімен ойлана алатындай түйсікте болған жоқ. Істерін істеп алғаннан кейін көзінен өкінішті көрінген жоқ. Тіпті үйленіп жатқанның өзінде де өзін сайғымазақ секілді көрсетті. Оған бәрі ойын секілді көрінді. Барлық ойын бәка, оның ішіне жын кірмейінше. Және осылардың барлығының ортасында Диана. Енді мектеп бітіріп, болашағын ойлап, арман қуып, мақсат қойған бойжеткен. Дианада ешқандай таңдау болған жоқ. Таңдау еркі берілмеді. Ол үшін қарабет болудан қорыққан, ар мен ұятты болудан қорыққан әке шешесі шешіп қойды. Сен осы жігітке күйеуге тиесің деп. Ол қыз сондай ауыр психологиялық травма алды. Өзінің ойластырып қойған болашағы астан кестең болып бірақ шықты. Ақыл сұрар, көмек көрсетер ешкім болмады. Сондықтан да бұл осындай өзінің соңғы ең ауыр шешімін қабылдады. Әрине, мен Диананың таңдаған шешімі дұрыс демеймін. Ол енді адам өз-өзіне қол жұмсау, ол ауыр күнә, иә? Мен бірақ оның неге осындай шешімге барғанын түсінуге
тырыстым. Өкінішке орай осындай жағдайлар елімізде шынымен де орын алып жатыр. Міне, осысымен де қорқынышты болды бұл фильм маған. Ауыр. Ал жын бұл фильмге бір динамика беруге көмектесті. Негізі бұл фильмді бір драма қылып түсірсе де болар еді, бірақ бұндай қаралым жинайды деп айта алмаймын. Маған жынды шығарған сәті ұнады. Қатты кетті, я. Әл Курси аятын оқығанда тіпті денең түршігеді. Осылай достар, көруге кеңес беремін. Егер қатты сезімтал болсаңыз, бармай қойғаныңыз да дұрыс негізі. Ал енді ужас жанрының фанаттарына бұл фильм сіздерге қатты қорқынышты болады деп айта алмаймын. Себебі сіздер көріп жүрген шетелдік ужастарға қарағанда бұл жерде динамика аз. Сосын байқадыңыздар ма достар, осы дәстүр фильмінің жанры хоррор, комедия емес. Ол не дегенді білдіреді? Біз көрермендер, қазақтың көрермені басқа да бір жанрдағы фильмдерге баратынымызды көрсеттік дегенмен. Себебі соңғы 10 жылда ма, қанша жыл болды біз комедиямен суарып келе жатыр ғой бізді. Бәрі ұқсас еще бір-біріне. Біздің киношниктер комедия жанрын жақсы меңгерді. Молодцы, жарайсыңдар. Енді давайте басқасын да ақырын басқа жанрларды да меңгерсеңдерші деп жүргенде дәстүр шығады. Иә, осығанға дейін де осындай жанрдағы бір 3-4 фильм шыққан екен. Менің есімде Тұңғышбай Жаманқұлов атамыз ойнаған Заблудившийся деген фильм бар, және Ақан Сатаевтың Ана деген фильм, қателеспесем осы жанрда түскен, мен бір баяғыда бір көргенім бар. Телевизордан көрдім ғой мен. Бірақ олар осындай резонанс тудыра алған жоқ, осындай қаралым көрермен жинай алған жоқ. Бәлкім ол кезде біз ондай фильмді көруге дайын болмаған шығармыз. Қалай десек те, бұл дәстүр фильмі осы біздің заманауи қазақ киносына жаңа дем берді. Және осылай да басқа да жанрларды бірте-бірте меңгереді деген сенімдемін, үміттемін. Ол жағынан енді Оңтүстік Кореяға қарасақ болады, я Азиядағы ең мықты бір фильм шығаратын ел десе де болады негізі. Солар секілді, солардың ізімен жүріп, сондай бір мықты Оскар алатын фильмдер түсірсе деген ойдамын енді. Осылай достар, сіздермен өзімнің алған әсеріммен бөлісейін деген едім. Осымен соңына да жетіп қалдық. Кино көріңіздер, қазақ киносын көріңіздер, қазақ киносын қолдаңыздар. Осы видео ұнаса, әрине тіркеліп кетіңіздер, лайк, комментарий жаза кетіңіздер. Сау, сәлеметті.